Адам баласы қартайғанда неге өкінеді? 70-тен асқан адамдардың арасында осындай сауалнама жүргізіліпті. Топ 5 өкініш былай болады екен. Бірінші, адам баласы қартайған кезінде, жас кезінде отбасына, балаларына мейлінше көп уақыт арнамағанына қатты өкінеді екен. Екінші өкініші, қартайған адамдардың жас кезінде әлемді араламағанына, саяхаттамағанына қиналады екен. Адамдардың қартайған сәтіндегі үшінші өкініші, жас кезінде бір өнбейтін майда шаруаларға батпақтап көп жүргеніне, бір болмашы адамдарға ренжіп, болымсыз істерге алданып, көп уақыт өткізгеніне сан соғады екен. Төртінші өкініш, жас кезінде денсаулығының қадірін білмегеніне, денсаулығын күтпегеніне өкінеді екен. Бесінші, адамдар өзінің сүйікті ісімен шындап айналыспағанына қиналады екен. Енді өзіңіз ойланып көріңіз, бауырым. Қарттық біз қаласақ та, қаламасақ та келеді. Ендеше осы қателіктерді біз де қайталап жүрген жоқпыз ба? Ертең қартайған кезімізде жас кезімізді бір өкінбестей өткізіп жатырмыз ба? Маған сіздердің де ойларыңыз өте қызық. Ойларыңызды комментке жаза кетіңіз.